Сәлем баршаңызға. Мен мынадай фетрдің қалдықтарын тастамай жинап жүргенмін. Осы қалдықтардан бір пайдалы затты жасайтын боламыз. Және де мынадай қалдықтары бар, тоже барлығын үйлестіріп бір затты жасайтын боламын. Менің не жасағаным сіздерге қызық болса, видеоның соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркеліп алыңыздар, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әуелі мына бөліктерді бір-біріне қосып, үйлестіріп қосып алатын боламын. Мынаны былай қоссам, және мынаны былай қоссам жетіп қалады. Әуелі мынаны жөндеп жібереміз. Тігу үшін бір-бірімен біз не арқылы, зигзаг арқылы қосатын боламыз қазір. Мына әуелі осылай зигзагпен қосып алам. Одан кейін мынаны да келтіріп зигзагпен қосып алу керек. Әуелі зигзагқа қойып аламыз. Және мынада S бөліміне қоямыз. Енді болды. Енді мына нелерді қосамыз. Зигзагта емес. Енді примерно бір отқан шаштар мына затты мына жаққа қондыратын боламын. Әуелі былай жасасақ та болады емес. Былай, не былай жасап араластырып. Осылайынан тігіп шығамын.
Енді былайынан тігіп алдық. Енді мына екі кішкентайдан араластырып тігеміз осылайынан. Осындай әдемі дүние шықты. Бұл не дейсіздер? Бұл тарелкаға, ыстық тамаққа қоюға арналған. Подтарельник дейді ғой. Тарелканың астына қоюға арналған. Және мен оның алдында мынадай тіккен болатынмын. Бұл шайнектің астына қоюға арналған. Яғни дастарханды күйдірмес үшін осылайынан жаңағыдай тігіп қойдым. Осындай аса тіктедім міне. Өте әдемі, көріп алсаңыздар болады. Осылайынан мата қалдықтарын тастамай, осылайынан жаңағыдай тігіп алсаңыздар болады.